Енді жекелеген сүйектерге тоқталамыз. Маңдай сүйегі, ос фронталис, төрт бөлімнен тұрады. Қабыршақты бөлігі, парс сквамоза, сквама фронталис, немесе көз бөлігі, парс орбиталис, және ортасындағы мұрын бөлігі, парс назалис. Қабыршақты бөлігіне келетін болсақ, екі беті бар, сыртқы беті және ішкі беті. Фацис экстерна, фацис интерна немесе ішкі бетін мийлық беті деп атайды, миға жанасатындықтан. Сыртқы бетінде тубер фронтали, маңдай төмпегін көреміз, және төмен қарай қарасақ, марго супраорбиталис, көз үсті қырын көреміз. Көз үсті қырынан қас үстік доғасы бар, аркус суперцилиарис, аркус. Ал оның үстінде марго суперцилиарис болады. Ол орталыққа келгенде, мынау жерде глабела дейді, осыған жалғасады, глабелаға жалғасады. Марго супраорбиталис бүйір жағына келгенде процессус зигоматикус бет өсіндісін береді. Бет өсіндісі ары қарай бет сүйегімен буындасады. То есть жалғасады, байланысады, буындаспайды, байланысады. Яғни осы жерде жік арқылы байланысады. Бет өсіндісінен бүйір жағында линия темпоралис самай сызығы кетеді. Келесі, ал ішкі бетіне аударатын болсақ, ішкі беті кедір бұдырлы келген, ішіндегі мидың ізін қайталайды. Бұларды саусақ батыңқылар, импрессионист дигитати. Сонымен қатар артериалдардың жүлгелері, сульций артериозиларды көреміз. Және орта жерінде, мінекей, ары қарай төбе сүйегінің аралық жігіне қарай жалғасатын жоғары сагиталды қойнаудың жүлгесі sulcus sinus sagittalis superior бар. Ал төмен қарай болып кіретте марго криста фронтали. Көрдіңіз бе? Криста фронтали маңдай қырқасына жалғасады. Көз бөлігіне келетін болсақ, көз бөлігі парс орбиталис, артқы бетінен қарап тұрамыз. Ол екі бетін ажыратады. Көзге қараған беті және миға қараған беті, фацис церебри, фацис орбиталис, көз шарасына қараған беті. Көз шарасына қараған беті ойыс және тегіс келген. Оның латералды жағында көз жасы безінің шұңқыры, фосса лакрималис, ал медиалды жағында фовия трахеолярис, шығыршықты ойық болады. Шығыршықты ойық. Осы жерде, қарасақ, екі жерінде спина трахеолярис болады. Марго супраорбиталистен инцизура супраорбиталис шығады, кейде ол тесік түрінде көрінуі мүмкін. Осы жерден аттас артерия, осы нервтер шығуы осыдан шығады. Енді әрі қарай мұрын бөлігіне келетін болсақ, мына жерде мұрынқы спина назалис көруге болады. Ол спина назалис. Ал оның артқы жағынан қарайтын болсақ, маңдай қойнауына апаратын саңылау апертура синус фронталисті көреміз. Ал екі көз бөлігі ортасында инцизура этмоидалис арқылы, бұл жерде торыл сүйектің бөлімі осы торыл сүйек сәйкес келетіндіктен инцизура этмоидалисті көре аламыз.